тамағыңыз ауырып жыбырлап жөтеліп жүрсе, осы әдіспен дайындалған сүтті ішсеңіз 3-4 күнде жақсы эффектісін беріп қайтарады. Ең бірінші біраз қасық немесе одан аздау май салып араластырамыз. Май бөлме температурасында болса болады. Сондай мөлшермен мед салып араластырамыз. Шай қасықтың ұшымен сода саламыз. Жұмыртқаның тек сарысын салып, жақсылап араластырамыз. Енді 3 тамшы йод саламыз. Дайын болған коктейльді жөтелдің кез келген уақытында ішуге болады. 4 жастан асқан балаларға және үлкендерге.